Сәлем, сіздермен бірге бүгін ой өрнегі каналы. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз Қазақстан әлемдік және дәстүрлі діндер тоғысында. Жобаның негізгі идеясы, мақсаты ретінде исламофобия мәселесін қолға алдық, және де жобаның қысқаша мазмұнын айтатын болсақ, Қазақстандағы исламофобия мәселесін қолға алдық, және де жоба барысында қазіргі таңдағы исламофобия мәселесінің шығу себептерін талқылай отырып, оны шешу жолдарын қарастырамыз. Жобамыздың негізгі мақсаты ол исламофобияның әлемдік және дәстүрлі дін тоғысындағы деңгейін анықтау, оған баға беру, нақты деректерге сәйкес ресурстармен көрсету, исламофобияның алдын алу шараларын ұйымдастыру және исламофобияға байланысты интернет сайтын шығару. Осы жобаның нәтижесінде күтілетін мәселелер ол осы мәселе бойынша құрылатын интернет сайтын шығару, осы жобаны барынша халықтың игілігіне қолдану, сайт арқылы қазіргі таңда болып жатқан исламофобияға байланысты деректермен қамтамасыз етіп отыру. Жобаның басын ең бірінші тарихпен байланысын біліп алсақ, исламофобия термині ислам мен мұсылмандарға қатысты орынсыз қорқыныш, алалаушылық және кемсітуді білдіреді деп танылған болатын. Ол 1980 жылдары енгізілген, бірақ 2001 жылғы 11 қыркүйектегі террористік актілерден кейін кеңінен таралды. 1997 жылы Ұлыбританиядағы дискриминация мен жеккөрушілік мәселелерін зерттеуге мамандандырылған британдық орталық Reanimate Trust исламофобияны исламға және барлық мұсылмандарға қорқыныш пен жеккөрушілік ретінде ұсынды. Исламофобия ислам дініне қарсы күштердің бүгінгі қол жеткізген жетістігі. Бұл термин Қазақстан аумағында 1991 жылдан бастап шыға бастады. Содан бергі уақытта олар едәуір жетістікке қол жеткізді. Исламофобияның шарықтау шегі 2001 жылғы 11 қыркүйекте Нью-Йорк қаласында орын алған оқиға. Сол кезде екі ұшақ халықаралық сауда орталығының екі ғимаратына келіп соғылып, екеуін де жойып жіберген болатын. Осы сәттен бастап, осы оқиғадан бастап исламофобияның шарықтау шегі басталған болатын. Исламофобияға байланысты көзқарастың ең үлкені және ауқымды деп танылып, оны біз Ақтау қаласының мешітінің бас имамынан интервью алған болатынбыз. Ол кісі өзінің көзқарасын былай деп жеткізді. Исламофобия деген біз не? Өзіңіздің пікіріңіз қалай қарайсыз исламофобия? Енді былай мағынасы енді қорқыту, үркіту мағынасында, бірақ зерттеп қараған не емес екен да. Сол үшін не айтарын білмей тұрғанбыз. Исламды былай халыққа жиіркенішті қылып көрсету керек шығар, сол мағынада құрылған дүниелер шығар. Жалпы енді тікелей мағына сол қорқыту, үркіту мағынасында. Қазір мысалы терроризм бар, басқа бар, бәрін исламға алып келіп жауып жатыр ғой барлығы. Ислам бүйтіп жатыр, ислам сөйтіп жатыр. Уалейкум. Расында ислам ондай емес қой. Мұсылман деген ол тілмен де, қолмен де ешкімге зиян келтірмеген адам мұсылман дейді. Ал енді исламофобия деп жаңағыдай исламды жек көрсетіп жатыр қазіргі таңда. Жаман жағынан көрсетіп. Енді ислам жаман жағы жоқ қой кез келген, бірақ соны жаман қылғысы келеді. Бірақ олай істегенмен де қайта ол исламға да күн санап күшейеді. Себебі бұрындары мысалы жамағат саны аз болса, қазір күн санап көбейеді. Сондай да бар. Енді ол үшін үлкен дайындалу керек. Жалпы тікелей мағынасы осылай енді. Бірақ уалейкум ассалам, кітаптардан нелерден қарап шығу керек, ғалымдардың сұхбаттарынан. Біздегі діннің айналасында жүрген ғалымдар бар ғой, профессорлер, дінтанушылар. Солардың нелерін қарап көру керек, исламофобияға не деп жатыр олар. Соны қарап көру керек екен. Жобаның тақырыбына байланысты белгілі жас аралығында SurveyMonkey программасы арқылы сауалнама алынған болатын, және де сол сауалнамадан өткен адамдардың өзіндік ойлары мен көзқарастарымен бөліскен болатын. Жобамыздың қорытындысы ретінде жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып мынандай ой қорытамыз. Исламофобия дінге деген қорқыныш емес, ол исламға деген қарсылық. Исламға деген қарсылықты жою үшін әртүрлі діни орындарда исламофобияға байланысты жиындар өткізуді сұраймыз. Және де осы қарсылықтың алдын алу үшін біз діни мәселелерге байланысты интернет сайтын ашуды негіз қылып отырмыз. Сонымен қатар исламофобияға деген оң көзқараспен қарауға шақырамыз. Исламға қарсылық білдіріп отырған адамдардың тобын басып, оларға исламның бейбітшілік нышаны екенін айтуды сайтта жариялау. Және де сол ойымызды жүзеге асыру үшін барлық жағдайлар жасаймыз.